Ал екінші отбасылық құндылық қандай? Махаббатым біздің отбасыда. Ол адамның көңілі, адамның қарым-қатынасы, инструменттермен. Біздің қарым-қатынасымыз. Біздің қарым-қатынас және біздің басқалармен қарым-қатынасымыз, басқа адамдардың көңілі. Ол жағдайға қарағанда, инструменттерге қарағанда, болып жатқан нәрсеге қарағанда. Болып жатқан нәрсеге, соған бір заттарға қарағанда маңыздырақ. Яғни бірдеңе сынып жатса да, бірдеңе жоғалып жатса да, адамның көңілі, қарым-қатынас маңыздырақ. Ол осымен жақында, ол енді осы 10 жыл бойы бізде принцип ретінде қалыптасқан нәрсе болатын. Ештеңе етпейді деген. Күшті.